Мен сіздерге бір жаңа форматта пайдалы контент бергім келді. Өз өміріңнің авторы бол. Өз өміріңізді қолға алыңыз. Күніңіздің бағытын анықтаңызшы. Не жасағыңыз келеді, не жасау керексіз? Бір қызық құбылыс айтайын. Менің өмірде көрген жетістікке жеткен бай адамдардың барлығында тұрақты әдет бар. Адамдар бізде көбінесе бір керемет, жаңа бір қабілет, жаңа бір технология іздеп жүреді, бірақ оның барлығы біздің ішімізде бар. Сондықтан сізге кеңес, егер дәл қазіргі таңда сіздің өміріңіз, табысыңыз, немесе сіздің жасап жатқан жұмысыңыз өзіңізге ұнамай жүрсе, онда бүгінгі қарапайым нәрселерден бастаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті себеп салдар подкастының көрермендері. Сіздерге әдеттегідей жексенбілік шығарылым, бірақ бүгін керемет шығарылым болады. Бұл шығарылымда қонақсыз. Мен сіздерге бір жаңа форматта пайдалы контент бергім келіп тұр. Өте қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ сізге табысыңызға, дәл қазіргі таңдағы өміріңіздің өзгеруіне алып келетін рубрика болады. Достар, міндетті түрде лайк басып, міндетті түрде комментарий жазып, егер сізге бұл формат ұнаса, қандай да бір инсайт алсаңыз, ол инсайт міндетті түрде аласыз. Бөлісе кетіңіз, өйткені ол біздің каналға және менің осы жасап жатқан жұмыстарыма кішкентай да болса шабыт береді. Олай болса, кеттік. Өз өміріңнің авторы бол. Өз өміріңізді қолға алыңыз, қуыршақ емес. Таңды шошып, оянуды тоқтатыңыз. Асығыс шешім қабылдау, ашулы болып тұру, көп сала іздеу, күнде біреудің саласы, бизнесі, нишасы табыстырақ болып көріне ме? Таңға жоспар құрып үйреніңізші. Бүгіннен бастаңыз. Басыңыздағы қағазға түсіріп, өзіңізге ұнайтын сала немесе кәсіпті ойлап көріңізші. Сіздің айналысып жатқан салаңыз ақша кемесе жасайтын ба едіңіз? Әлде мүмкін басқа саламен айналысар ма едіңіз? Күніңіздің бағытын анықтаңызшы. Не жасағыңыз келеді, не жасау керексіз? Көп адамдар фокусын жоғалтып алған және мақсаттары жоқ. 3 қана мақсат қойыңызшы. Не маңызды маған? Және бүгінгі күнім сол мақсатқа жеткізе ме? Нақты нені қалайсыз? Қанша ақша тапқыңыз келеді? Осы қарапайым сұрақтарды қойыңызшы өзіңізге. Мақсатыңыз жоқ болған соң қорқыныш, үрей бізді өз ырғына ертіп алып кетеді. Енді соны елестетіп көріңізші. Өзіңізді берген уәдеңізді орындағаныңызды, сол берген қарызыңызды төлеп жатқан нәрсені өзіңізге бір елестетіп көріңізші. Немесе осы апталар бойы, айлар бойы істемей жүрген жұмысыңызды біткенін елестетіп көріңізші. Сіз нақты мотивация аласыз. Керемет жаңа әрекет, жаңа бір қабілеттің дәл қазір сізге керек емес. Өзіңізді барды толық қолданып үйреніңізші. Өйткені сіздің ішіңізде керемет потенциал бар. Бірақ сөніп, тығылып, бұрышқа тығып қойғансыз. Осылай өмір сүріп бастағанда сізге жаман жаңалық, клиент возврат, немесе бәрі жақсы болып кетеді деген сөз емес. Сіз ескі әдетке қайта салып, немесе проблеманы сізді өз еркіне жығып алудан бас тартыңыз. Жаңа әдетті тоқтатпаңыз. Бір қызық құбылыс айтайын. Менің өмірде көрген жетістікке жеткен бай адамдардың барлығында тұрақты әдет бар. Таңғы серуен, спорт, медитация, фитнес барлығында. Ал керісінше жетпеген адамдарда тек еңбек, амалсыз ұнамайтын жұмыс, құр өтіп жатқан өмір, орындалмайтын арман, сәйкес келмейтін өтірік мақсат. Өйткені ол өзінің ішінен емес, біреуден ұрлап алған, біреуден естіп көріп қалған. Сол үшін орындалмайды. Кешегі жіберген қателікті ұмытыңыз. Мүмкін сәтсіз жоба жасадыңыз, тұрақсыз кәсіп, алдап кеткен серіктестер, немесе адамдарға деген реніш, бәрін тоқтатыңыз. Біз идеалды өмірді күтіп жүргенде қолдан жасап алуға болады. Біліңіз, тек ерік-жігер керек, тұрақтылық керек, өзгеріске деген, дамуға деген, тура жолға деген ниет керек. Сонда ғана дәл қазір сіздің өміріңіз өзгереді. Мен сізге қайтып айтып кетейін. Өміріңізді бірінші нәрсе, таңда күнделікті өзіңіз тұрып жүрген уақыттан 1 сағатқа ертерек тұрыңыз. Және күнделікті 3 мақсат өзіңізге жазуды әдетке айналдырыңыз. Ол уақытта сіздің әйеліңіз, бала-шағаңыз, ата-анаңыз, отбасыңыз, жұмысыңыз, басқа еш нәрсе кедергі болмау керек. Сіз тек жалғыз өзіңізбен қалып, қолыңызға қаламсаппен
дәптер алыңыз. Мен бүгінгі айтқан нәрселерді өзіңізге күнде жазып бастаңызшы. Қарапайым ғана нәрсе. Мен нені қалаймын? Қайтып айтып кетейін. Мен қанша ақша тапқым келеді, және бүгінгі менің жасап жатқан әрекетім, жұмысым, дәл қазіргі сіздің тұрып бара жатқан ісіңіз сол сіздің қалауыңызға апарып жатыр ма? Осыны тұрақты бір апта жасайтын болсаңыз көресіз, өміріңіз күрт өзгереді. Адамдар бізде көбінесе бір керемет жаңа бір қабілет, жаңа бір технология іздеп жүреді, бірақ оның барлығы біздің ішімізде бар. Өкінішке орай, мына сырттағы шумнан, күнделікті ақпараттық шабуылдардан біз осы іштегі жауһарды тығып қойдық. Ойлаңызшы, сіздің қазір тіпті алтын сатыңыз, күміс сатыңыз, мұнаймен айналысып, бірақ тура осы халде ашумен, қорқынышпен оянып жүрсеңіз, ал өзіне тура менің бағана айтқан методикасымен өзіне көңіл бөлетін, таңда ертерек тұрып өзінің ішкі потенциалын аша алған адам тас сатса да сізден табыстырақ болар анық. Не үшін? Өйткені ол шынайы. Мақсатымен, әрекетімен, тіпті қорқынышымен де шынайы. Бізге қорқыныштан да қашып қажет жоқ. Біз тек соны мойындап, өзіміздің болмысымыздағы бар кемшілікпен жұмыс жасап үйренуіміз керек. Әр қайсымыздың ішімізде өзімізге тән қорқыныш бар. Тіпті мен осы Мұхтар Әуезовтен көрген, әркімнің ішінде бір қоңқай шал бар. Біз оны сыртқа мүмкін идеалды болып көрінуіміз мүмкін, елдің бәріне жақсы, мәрт, қолы ашық, керемет бір ақкөңіл адам болып көрінуіміз мүмкін, бірақ шын туайтында біз өзіміздің қандай екеніміз тек өзіміз білеміз. Сондықтан сізге кеңес, егер дәл қазіргі таңда сіздің өміріңіз, табысыңыз, немесе сіздің жасап жатқан жұмысыңыз өзіңізге ұнамай жүрсе, онда бүгінгі қарапайым нәрселерден бастаңыз. Мен сізге 1000% гарантия берем, сіздің өміріңіз де, табысыңыз да, барлық сфераңыз өзгереді. Және сіз бақытты болуға бір қадам жасарыңыз анық. Бүгін достар, бізде подкаст қонақпен шығу керек еді, бірақ мен осындай бір форматта сіздерге өз ойыммен, өз тәжірибеммен, осы күнге дейінгі менің басқа қасымда жүрген, немесе мен танитын бай адамдардан көрген қасиетті, немесе қабілетті сіздермен бөлісуге жөн санадым. Тіпті осы менің айтатын әңгімемді бүткіл маған дейінгі айтып кеткен ғұламалар да тура осылай айтады, достар. Сондықтан біз, мына орыста бір жақсы сөз бар ғой, все гениальное просто деген. Біз қарапайым ғана нәрселер бізді үлкен жетістікке, үлкен арманымыздың орындалуына алып келуі мүмкін. Бірақ біз әрине оған сенуіміз керек. Ішкі сенім де маңызды. Бұл туралы да мен Алла қаласа алдағы болатын менің ойымша рубрикасына бөлсем, менің тіпті сату өнері деген кітабымда да сенім ұлы күш деген тақырыпты кеңінен тарқатқан болатын. Сондықтан сенім тақырыбы да сіздермен бөлісетін болады. Егер бүгінгі менің подкасттың орнында берген тақырыбым өткен болса, білесіздер, лайк басып, комментарий жазып, бөлісе кетіңіздер. Қуанып қалам. Сіздерге деген жаңа шығарылым, мүмкіндігінше пайдалы контент беруге тырысып жүрген, білесіздер, Тайыр Нұғман, құрметпен.